ыңғайсыз ситуациялар. Banka bitten adam kaldı öyle sayısı. Oh. Ya cınısın var adının. Şoşup kettin mi? Потом родной bir kinoga barıp qaytmadık mı? Брат, ужасқа бармай-ақ қояйық кеше. Бара берейік, брат, смело ғой. Саламатсыздар ма, не заказ бересіздер? Так, маған бір котлета бересіз, потом 5 бармақ бересіз, 2 лагман, 1 плов, сосын 2 чай, 7 нан бере салыңызшы. Маған бір Цезарь салат бере саласыз ба? Тура мына күнде бере салыңызшы маған. Кругтағы лишний роднойың. Hello, it's me. Брат, қосылайшы менде. Жо, брат, жетпейді, өзім 36 таққа. Hello, it's me. Аға, мына екеуін есептесеңіз, маған өзіңе бірдеңе аласың ба? Hello, it's me. Асқар келсей фото атсек. Давай. Hello, it's me. Мас, біз кеттік. Қайда? Қа, келеміз. Hello, it's me. Барас келсей табағыш. Өздерің іше беріңдер. Оған орынды жетпейді, бізден кейін іше салады өзі. Hello, it's me. Караокедегі типтер. Мың шалдау сол бір сәтте қабағыңды. Брат, мынаны қайттан қош. Қиналдым. Брат, мына иканың новый шыққан несі бар ма? Вукек бар ма нада? И снова сидим. Тыныш тұра тұрмыш, жалғыз өзім бір айтып алайыншы. И снова сырая ночь. Кете бердім, амалым жоқ, қала бердім. Беш ме айтышы? Беш. Қазір ғана қой алсайын мүмкін. Беш. Сол менің жүрегімді. Брат, өшіш ағамызған, өшіш. Наға қарасан өш. Детство, ты куда бежишь? Детство. Тоқтаңдаш. Адам сол отырайықшы, туған күнге келдік па, тілек айтып, кішкене әңгімелесік та. Убегай от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Я бала, сабағың қалай? Қаншаға шығып жатсың сабағыңмен? 2-ке шығып жатырмын. Неменеге мәз болыпсың? Неменеге мәз болыпсың? Қанша сабақта 2-ке шықтың? 2 сабақтан. Жиналыс қашан енді? 2-ші күні. Масқара бітірдің ау. Уақыт нешеде? 2-де сағат. Ойбай, 2-ден басқа сан бар ма? Я ұрған жоқпын ба әле? Әдет болып кетті просто. Яна класстың фонынан қанша жинап отыр? 2000-дан. Ойбай! Құмбай, ұбытың қалай болып отыр? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Өскенде кім боласың енді? Блогер. Ойбай! Братан, сен кімсің? Машинті маған ұрса бересің. Танымаймын ғой мен сен. Электрик па өзің шақырында? Қай жер жөндеу керек? Жөндесе ана жерден. Өзім асыл айтып бердім. Сенің IQ-іңді тексеріп көрейік. Елестетіп көріңіз. Сіз детективсіз. Жұма күні бір қылмыс болған. Сіз жарығы өшіп тұрған бөлмеге кірсеңіз, кілемде қызыл толстовкамен бір мәйіт жатыр екен. Ал қаза болған кісі өзінен бөлек 2 адаммен кешкілік уақытта бір үстелдің үстінде таңғы асын ішкен екен. Сіз медбикеден бастап тергеу алдыңыз. Біз жәбірленушімен кешкі ас ішкіміз келген, сосын мен ас бөлмеге бардым да тамақ әзірлеуге кеттім. Әрі қарай білмеймін. Полиция қызметкері: ағасы, мен тамақ келем дегенше жәбірленушімен қол күрескен болатынмын, әрі қарай білмеймін. Электрик: біз отқан кезде жарық сөнген еді, сөйтіп мен жарықты жөндеуге сыртқа шығып кеткен болатынмын, қалғанын білмеймін енді. Ал сіз қатты ойландыңыз. Жәбірленуші кімнің қолынан қаза табуы мүмкін? Видеоның жауабы мен қателіктерін толық тапқан 2 жеңімпазға 2 ұялы телефонды табыстайтын боламын. Подписки бөлімдегі 62 досыма міндетті түрде тіркелуіңіз қажет. Сәттілік, детектив. Сенің жынды класстастарың. Небедеге үшеуі бірге отырып алдыңдар? Ағай, сізге көрініп тұрма не? Так, 8-ші бақта Айдана мен Асқар билейтін болды. Ай, мен билеймін деп айттым. Мен билеймін. Асқар мен билет, екеуі бірге билейсіңдер.
Родной. Ең жаман деген сабағымыз осы болсын. Мал. Кола ғой мынау. Қойш? Бәсі газы страшно оны. Перегарды шығарып ойнап отырсың ғой. Апай, дәрігерге барып келсем бұл. Апай, туалетке деген бұл. Ағай, класста ұрлықшы бар сияқты, мен кітабымды ұрлап кетті. Я, ағай, ұрлықшы бар сияқты шын. Сен неңді ұрлап кетті? Мен жүрегімді ұрлап кетті. Ей! Айтамын да. Тұр ғой. Не дело?